Қайдан келдің дегенде бір данышпан, мен балалық шақтың елінен келдім деген екен. Ересектерде сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Анадан ешкім сақал мұртымен тумайды. Мен де солардың бірі. Анамның аты Айша еді. Аз ба көп пе 60-тан астым. Аз ба көп пе ірілі уақытта кітап жаздым. Халық жазушысы атандым, жазғанымның бәрі алтын дей алмаймын. Бірақ солардың көбі және дәмділері тек балалық шақтың нәрінен, балауса балғын шақтың әсерінен туған. Өсе келе көпті көрдім, дүниенің шартарабын араладым. Бірақ соның бәрі мені балалық шағымдай байыта алмады. Парижде болдым, Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым, Мысыр түсіме кірмеді. Қытай, Моңғолстан, Үндістан, Пәкістан, Иран бардым. Мұхиттың арғы бетіндегі Техаста, Чикагода, Нью-Йоркта болдым. Оларда түсіме кірмеді. Баяғыда Мәскеуде 5 жыл оқыдым, оны да түсінде көрмедім. Түсіме күн сайын мың бұлақ кіреді. Түсімде Ақсу жабағылыны көремін. Түсімде ылғи балалық шағымды көремін. Түсімде ылғи туған үйімді көремін. Түсіме ылғи Айша анам кіреді. Мұртаза түсіме сирек кіреді, өйткені ол кеткенде мен 5-ақ жаста едім. Елесі еміс-еміс қана. Еге тартқанда бүгін көргенің ертең естен шығады. Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей әлі есімде. Ендеше текке кішіне бермей, соны неге жазбаймын? Ата-бабамның Айшаның аруағы жар бола көр деп, болма қалам алдым. Қазіргі замандағы әдебиетте әжелер мен аналар жайында қалам тартқан жазушылардың ішінде Шерхан Мұртазаның алатын орны ерекше. Оның шығармаларындағы басты ерекшелік адам баласының жан күйзелісін, ыза мен кектен тығырықтан тірелер шарасыз күйін аса шебер суреттеуі. Шерхан шығармаларының кейіпкерлері көркем сурет галереясындағы көріністей көз алдынан тізбектеледі. Заманға лайық шығармалардың бірі жазушының өз анасы жайындағы Ай мен Айша шығармасы. Жазушының өзінен Ай мен Айшада Ай образын жасаудағы себебі не деп сұрақ қойғанда Шерхан Мұртаза: кітаптың артында неге Ай тұр десеңіз, ол енді бір жағынан тағдырдың ұқсастығы сияқты. Біздің анамызбен, әсіресе соғыс кезіндегі жесірлік қиыншылық көрген аналардың тағдыры ұқсас деген екен. Жазушы бұл романын ата-бабасының Айшаның аруағына сеніп бастайды. Жарын халық жауы деп алып кеткен соң, 3 баласын жетілдіру мен заман тауқыметі өз басынан қалған ана өмірімен көркем суреттеледі. Өмірінде талай қиыншылық пен азапты көрген ана жүрегі болашақтан тек жақсылық күтеді. Айша балаларына әрі ана, әрі әке бола білген нарада. 3 жетімді ұйықтату үшін Айша неше алуан ертегілер, хикаялар айтты. Ұзақ түнде бізге әртүрлі әңгімелер айту арқылы өзі де азаптан арылып, уайымы жеңілдеп қалатын еді. Романда ұлттық құндылықтарға көп мән берілген. Қазақ халқына ғана тән ұлттық ерекшеліктер жазушы кейіпкерлерінің бойынан көптеп кездеседі. Соның бірі Айшаның ата-бабадан қалған керегені отқа жақпай сақтауы. Елден кетерде бүкіл аруақтан кешірім сұрап, шаңырақпен қимай қоштасуы. Мына иесіз қала бара жатқан шаңыраққа бас көз болып жүрерсің деп, иесіз үйде көрші баянға тапсыруы, күйе тұтқан шаңырақты қандай жұрт келсе де қойның қырашығындай сақтау біздің ұлтымызға тән қасиет екенін көрсетеді. Үйдің оты сөнуі, шаңырақтың шайқалуына балайтын, қазақтың от анасын қадірлеуі, 5 жасар бала барысқанның ойнап келіп, жетілік шамға түкіріп, отты өшіре жаздағаны үшін оңбай жазалануы арқылы бейнеленген. Ұзақ түнді қысқартып, аш құрсақ балаларды алдандыру үшін айтқан Айшаның аңыздарын
атадан балаға жалғастырып келе жатқан рухани мұрамыз. Оның ата-бабалары, туған жер, тарих туралы әңгімелері болашақ жазушыға таусылмас қазына болды. Айша ана колхоздандыру науқанының құрбаны болды. Арсыздықпен арпалысып, 3 баланың болашағы үшін күресіп, алға ұмтылды. О жаратқан, басқа, мына үрпек балапандай үш нәрестенің не жазығы бар еді? Айшаға күш беретін жаратушы, ал оны жұбататын аспандағы ай. Қаламгер оқырмандарынан ештеңені жасырмай бір дәуірдің трагедиясын қаз қалпында суреттеп, тайға таңба басқандай ашып көрсетті. Романның бізге қалың оқырманға шынайы жетілуі, заманның заңғар жазушысы Шерхан Мұртазаның өз өмірі, биік талант иесінің қаламының күші мен қуаты. Жазушы Шерхан Мұртазаға осындай үлкен шығарманы сыйлаған үшін басымдылық